Болгария елінде София қаласында таеквондодан халықаралық жарысы өтті. Европа елдерінің әлем түкпірлерінен 74 ел қатысты жарысқа. Сол жарыста біздер Қазақстан құрамасынан 6 спортшымыз апарғанбыз. Сол жерде үлкен дода өтті. Бір салмақта 30-40 спортшылар болды. 2 алтын, 2 қола медаль жеңіп, командалық бірінші орын алғанбыз. Бірінші орын алған Қазданбек Тоғжан спортшымыз 5 жекпе-жек өткізді. Бірінші жекпе-жегі Греция елінен болды. Екінші жекпе-жегі Испания, Украина және Сербиямен шықты. Тағы бір спортшымыз болған сол Ярина 42 салмақта. Ол жерде де 4 жекпе-жек өткізді. Алтын медаль иегері болды. Жалпы жарыс үлкен дәрежеде өтті. Алдымызда айтқан әлем чемпионатымызға дайындалып жатырмыз. Соған рейтингтерді жинап, өз спортшыларымызды сол жерде сынау үшін осы жарысқа апарып келдік.